Сәлем достар, қарапайым ас үй арнасына қош келдіңіздер. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Бүгін сіздермен бірге дәмді құймақ дайындайтын боламыз. Оған сүт, 2 жұмыртқа, ұн, ыстық су, 1 ас қасық сұйық май және қант керек болады. Алдымен жұмыртқа мен қантты араластырамыз. Оған сүтті құйып, ұнды қосамыз. Кейін ыстық су мен сұйық майды құйып, қамырды жақсылап араластырып аламыз. Табаны алдын ала қыздырып алып, қамырды жұқалап құямыз. Құймақтардың екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Міне, дәмді әрі жұмсақ құймақ дайын болды. Рецепт ұнаса, лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.